Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай екі ғана заттан құралған лаваштың қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ал бисмилля деп бастаймыз. Таза ыдысымызға 1 бокал жылы сүт, 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық сұйық майды қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз тым жұмсақ немесе тым қатты болмау қажет. Орташа тығыздықта жақсылап илеп, пакетке салып, жарты сағатқа демалуға қойып қоямыз. Толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Жарты сағаттан соң қамырымызды қайта алып, қайтарып илейміз. Сол кезде біздің қамырымыз бір тегіс жып-жылтыр болып шығады. Қайтарып илеп, пакетке салып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттан соң қамырымызды теңдей 10 бөлшекке бөліп дайындаймыз. Егер сіздің табаңыздың диаметрі кішірек болса, одан да көп бөлшекке бөлуге болады. Менің табамның диаметрі 28 см болғандықтан мен осылай 10 бөлшекке бөліп дайындап алдым. Сонан соң ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Жұп-жұқа болуы қажет. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай бір тегіс жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Лаваштың қамырын мен жиі пісіремін және жиі пайдаланамын. Одан үй жағдайында донер немесе начинка салып, түрлі рулеттер жасаймын. Сіздер де осы рецептпен жасап, балаларыңызды, отбасыңызды қуантсаңыздар болады. Дәл осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз да, қызып тұрған табамызға салып пісіріп аламыз. Табаға ешқандай май құюдың қажеті жоқ. Жай ғана қызып тұрған табаға салып, қозғап отырып, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Бір беті піскеннен соң келесі бетіне ауыстырып, дәл осылай қозғап отырып, барлық қамырларымызды пісіріп дайындап аламыз. Байқағандарыңыздай жасалу жолы өте оңай және қолжетімді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлығын пісіріп алғаннан соң ыстықтай пакетке салып, бетін орамалмен жауып қоямыз. Осы кезде біздің лаваштарымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын.